Қазір сіздер Ахмет Байтұрсын мен Міржақып Дулатының музейінде тұрсыздар. Соның ішінде Ахмет Байтұрсынның залында. Осы Ахмет Байтұрсынның залында өзінің тұтынған заттарымен бірге қосымша 7 кітаптың түпнұсқасы бар. Соның ішінде 2 кітап өте бір құнды жәдігерлер қатарында. Ол 1909 жылы шыққан Маса жинағы мен 1911 жылы шыққан 40 мысал жинақтары. Тапсырушы Ерден Смағұлов деген кісі. Енді осы кітаптардың тапсыру тарихына тоқталатын болсақ, Ерден атамыз тапсырған кезде өзінің айтқан жазбасында бұл кітаптарды атам Смағұл менің қолыма небәрі 10 жас кезінде тапсырған болатын. Түбі Ахмет атамыз ақталады. Осы кітаптар ең құнды жәдігерлер болады деп. Сол себепті бұны көзіміздің қарашығымыздай сақтау керектігіміз деп қара кигізге оратып, қара жердің астына көмдіріп тастаған екен. Сол көмгеннен бұл 2 кітап 60 жыл бойы, 60 жылға жуық уақыт бойы қара жердің астында жатқан болатын. 1988 жылы Ахмет Байтұрсынов және қазақ зиялылары Міржақып Дулатұлы бар, Ілияс Жансүгіров ағамыз бар, Шәкәрім Құдайбердіұлы ағамыз бар, барлық қазақ зиялылары ақталып, есімі елге оралған кезде осы Торғай халқы 1991 жылы осы Қос Арысымызға арнап музей ашқан болатын халық қаражатымен. Осы музейдің ашылады деген естіген кезде Ерден атамыз кітаптарды көмген жерінен қазып алып, әкеп біздің мұражайға, мұражай директоры сол кездегі Ғазиз Әмірханұлы әкеп табыстаған болатын. Міне осындай 2 кітаптың тарихы осындай болып табылады. Одан бөлек Гүлнар апамыз, яғни Гүлнар Міржақыпқызын тапсырған бізде 5 кітаптың түпнұсқасы бар. Ол Ахмет Байтұрсынның оқу құралы, тіл құралы, баянша, сауатташқыш және тіл ғылымы туралы оқулықтарының түпнұсқа кітаптарын өзінің әкесі Міржақып Дулатұлымен бірге атасы Ахметтің де кітаптарын көзінің қарашығындай сақтап, мұражай ашылатын уақытта бізге әкеп тапсырған болатын. Мынау Маса жинағы Ахмет Байтұрсынұлының және 40 мысал жинағы. 40 мысал бұл Крыловтан аударған аудармалары қазақшаға. Ал Маса жинағында қазақты ояту мақсатында жазылған өлең шығармалары, яғни надандықтан ашылып, бойымызды көтеріп, ел қатарлы болайық деген сияқты оян қазақ шығармасы сияқты Маса жинағында ызыңдап ұшқан, аяқтары ұзын маса деп басталатын өлеңдер осы Маса жинағында жарияланған болатын. Яғни өзінің шығармашыл әндері, өлеңдері осы кітапта енгізілген. Ал оқулықтары, бұл оқу құралдары, оқу құралы, баянша, сауатташқыш атты кітаптарында Ахмет Байтұрсынның айтамыз біз қазақ әліппесінің атасы деп, араб графикасына негізделген қазақ әліппесін жасаған болатын. Міне осы оқулықтар қазақ балаларына осы төте жазу тілінде араб графикасындағы оқулықтар болып табылады. Ал тіл ғылымы оқулығы сол араб графикасына жазылған оқулықтарды оқу, жазу заңдылықтарының нұсқалары, яғни түсінікті тілде жазылған нұсқалары болып табылады. Түпнұсқа кітаптар да бар. Соның ішінде атап өтетініміз бұл отбасылық тұтынған заттардың ішінде ұлының күмістен жасаған кісе белбеуі, өзінің балалардың шашын алатын машинкасы, жұбайы Ғайнижамал апамыздың қайшысы, қобдишасы, күміс қасығы, құманы, кофе қайнататын және жағасы орналасқан. Және соңғы қосылған біздегі құнды жәдігер бұл алаш зиялыларының құпия белгісі. Кішкентай ғана 4 пішті дүние, жіп арқылы тістің арасына өткізіп, 4 пішті тамақта тұрады екен. Бұл НКВД-ның адамдарынан жасырыну үшін алаш зиялыларының ойлап тапқан құпия белгісі болып табылады. Және кішкентай жіп тістің ортасына өтеді екен де, 4 пішті тамақта тұрады екен. Яғни жіп арқылы тамаққа арқатай жұтып жүрмеу үшін құпия белгі. Бұл құпия белгіде, мына құпия белгіде Міржақып Дулатының інісі Зұлқарнай Дулатовтың есімі жазылған төте жазумен. Яғни алаш зиялыларының әрбірінде өзінің ақпарат таситын белгілі бір адамы болған. Міржақып Дулатының ақпарат тасушы адамы бұл Зұлқарнай Дулатов болған болатын, Қонысбайұлы. Бұл НКВД-ның адамдарынан жасырыну үшін қолданған болатын. Яғни НКВД-ның адамдары жаңағы ақпарат тасушы адамдарды кез келген жерден ұстап алып, орнына өздерінің адамдарын жіберіп, жаңағы ақпараттарын, белгілі бір оқиғаларын біліп келу үшін өздерінің адамдарын жіберген екен. Сонда осы құпия белгісі болмаған адамдар, ол бөтен адамдар екен сезген, ал құпия белгісі бар адамдар ол өздерінің сенімді адамдар екен осылай біліп отырған болатын. Яғни бұл өздерінің ұйымдарының ішіндегі
белгілі ақпараттарды, өздерінің жиналыс кезінде қолданған құпия сөздерді бөтен, яғни НКВД-ның адамдары және бөтен адамдардың біліп қалмау үшін осылай алаш зиялылары өздеріне сақтық шараларын қолдануға пайдаланған болатын. Оны сіздер қалай білдіңіздер? Бұны біздің мұражайға тапсырушы Ерлан Сатыбалдиев ағамыз, Гүлнар апамыздың баласы, Міржақполаттың жиені болып табады. Осы кісі Гүлнар апамыздың айтуы бойынша бізге тапсырғанда бұл Зұлқарнай Дулатовтың құпия белгісі, осылай алаш зиялыларының ойлап тапқан құпия белгісі деп бізге жасырын белгісі деп сыйға тартқан болатын. Ерлан Сатыбалдиев ағамыз. Жіппен тісіне байлап қояды, ананы жұтады. Иә, тамақта тұрады. Иә, жіп заттың ары қаратай тамаққа өтіп кетпегенін ұстап тұрған. Жоқ, мынау зат тамаққа түскен кезде өте бір жұмсақ. Ағашта емес, пластмасста емес, ешқандай ыңғайсыздық тудырмайтын. Ішінде бір нәрсе, есімнен басқа бір нәрсе жазылған ба әлде? Жоқ, есімі ғана. Төте жазумен есімі ғана жазылған. Бұл бір жағынан мөр сияқты қолданған демеске болады, өзінің мөрі болатын. Және құнды жәдігерлердің қатарында бұл біз білеміз Міржақып Дулатұлының қазақ проза жанрындағы тұңғыш романның авторы екені. Бізде сол Бақытсыз жамал романының екінші басылымының түпнұсқасы сақталған. Бірінші басылым 1910 жылы шықты, екінші басылым 1914 жылы шыққан болатын. Бұл музей 1993 жылы батырымыздың 300 жылдық мерейтойына орай ашылған болатын, халықтың қаражатымен. Енді батырымызға тоқтайтын болсақ, бабамыз 18 ғасырда өмір сүрген. Бұл кісі 1693 жылы Торғай өңірінің Тосын құмында дүниеге келген болатын. Бұл кісі орта жүз бен кіші жүздің батыры, биі және мәмлегері болған кісі. Біздің мұражайымызда Орынбор мұрағатынан әкелінген бірнеше құжаттар тізімі бар. Оның ішінде 1747 жылы Қарашада императрица Елизаветаға жазған хатын көріп отырсыздар. Шақша Жәнібек батырдың бұл хатында Әбілхайыр ханның қайтыс болуына байланысты қазақ еліне келіп, Әбілхайыр ханның отбасына көңіл айт деген хаты болатын. Бұл хатына 2 ай бойы жауап болмаған, сондықтан батырымыз қайыра хат жазған болатын. Менің тілмашым татар болғандықтан сізге дұрыс аудармаған болар. Сондықтан біз қазақ жерінде емес, орыс жерінде емес, енді Қытай жерінде кездесеміз деген екен. Сөйтіп, біз Шақша Жәнібек батырымыздың қаншалықты мәмлегер болғанын көріп отырмыз. Оған қоса мына жерде лейтенант Урусовтың хатын көріп отырсыздар. Императрицаға жазған бұл хатында еділ казактар жойқын соғыс ашқан екен Ресей империясына. Соған бір тосқауыл бола ма, Жәнібектен көмек сұраған екен. Сөйтіп, осы хаттың арқасында Жәнібек батырға императрицамыз 37-ші жарлығымен 11-ші шілдеде 1743 жылы Тархан атағын берген болатын. Тархан атағына тоқталатын болсақ, бұл әскери шен. Сол кездегі фельдмаршал, қазіргі генерал-лейтенант званиялармен пара-пар болып келеді. Оған қоса, сол орыстар Рыжковтың сөзімен айтатын болсақ, князь деген титулымен пара-пар болып келеді. Сонымен қатар, мына жерде Шақшақ Жәнібек батырдың атасы Шақшақ батыр ұстаған тудың қиындысын көріп отырсыздар. Бұл тудың қиындысын бізге қасиетті тудың қиындысы деп Шақшақ Жәнібек батырдың ұрпағы Әбдірашит Бектемісов ағамыз сыйлыққа тартқан болатын. Бұл тудың қиындысы неге қасиетті деп ойлайсыздар? Себебі сол Шеген ұрпағында, жаңа отбасында бала болмаған кезде осы тудың қиындысын шаңыраққа әкеп қойған екен армдап. Солай сол отбасыда келесіде бала пайда болған екен. Солай мына жерде біз Абылай ханды көріп отырмыз. Абылай хан 300-дің басын қосқан хан екенін де білеміз. Абылай хан 2 рет Жәнібек батырдан батталған. Бірінші батасын Төле бидің ауылына Жәнібек батыр бір жорығында соққан екен. Сол кезде Төле би Жәнібекті шақырып алып былай деген екен: менің бір түйеші балам бар, ол бала түйені жаратта бақпайды, бірақтан түйесі де қашпайды. Соны біліп берші деген екен. Түрі басына қарап Сабалақ деген ат қойдым. Сөйтіп, Жәнібек батырымыз түйе жайылып жүрген жерге барған кезде бала 2 аяғын асып қойып ұйықтап жатыр екен. Сөйтіп, Абылай ханды оятқан кезде өзінің Уәли сұлтанның ұлы Ташкенттен қашып келе жатқан Әбілмансұр екенін айтады. Сөйтіп, Жәнібектен Абылай хан бірінші батасын солай алған. Екінші батасын Абылай хан таққа отырып жатырған кезде күллі лауазымды адамдардың арасынан Шақшақ Жәнібек батырымыздан сұраған екен. Келесі сөремізде сіздер қазақ хартасын көріп отырсыздар. Бұл 18 ғасырдағы қазақ хартасы.
Сол кезде қазақ жеріне көп елдер көз тіккен дейді ғой. Одан мына жердегі соғыстар мен қамалдардан байқауға болады. Оның арасында ең үлкені Аңырақай шайқасы. 1729 жылы қазақ елінде болған Аңырақай шайқасы. Балқаш өңіріндегі, Балқаш оңтүстігінде орналасқан. Бұл шайқас сол кезде қазақ жауынгерлері 3-9 пен Қоянқашты атты қайтым 3-9 пен Қоянқашты тәсілін қолданып жоңғарларды жеңген болатын. Солай бұл шайқаста Аңырақай шайқасы атап кеткен, себебі жоңғарлар қазақ жерінен аңырап қашқан дейді. Соның диарамасын байқайсыздар. Жүріңіздер. Қазақ еліне ашқар көзін тігіп, қанды қолын созған қас дұшпан жоңғар шапқыншыларына қарсы бүкіл халықтық қозғалыстың деттей бастаған тұсы. Сол қиын заманда халықтың бірлігін, елдігін сондай түсу, талай шайқастарда көзсіз ерлік көрсетіп, ел арасында зор беделге болған хан Абылай мен оның есімі аңызға айналған батырларының үлесін